Хатшы қызға шай алдырды, шай үстінде жағдайымды, неге келгенімді сұрады. Болар болды, не жасыратыны бар, өлетінімді айттым. Асан досым ұзақ ойланды. Көзім бір нүктеге қадап ап, облыс көлеміндегі мәселені шешкелі тұрғандай аңыранды кеп. Менде үн жоқ, шайнектегі тегін шайды сораптап отырмын. Әлден уақытта Асан тілге келді. Сені ауылға апарып қоямыз ба, әлде осы қалада қоямыз ба? Досымның бұл сөзі саған төсекті төргі бөлмеге салайық па, әлде далаға жатасың ба дегендей жайбарақат шықты. Ауылда әке шешем жатыр, туған жерім ғой. Дұрыс қойын, дұрыс досым. Бірақ менде уақыт тапшы, өзің білесің. Мейлі, онда қалада қала берейін. Екеуміздің әңгімемізді сырттан естіген кісі мені әскери борышын өтеп қайтуға барады екен деп ойлаған шығар. Қалада қалғанда дайындап қойған жерің бар ма еді? Алғашында әзілдеп отыр екен деп ойладым. Ойбай-ау,